Өлімді жеңген ана. Ғабит Мүсірепов. Оқығандар 9 сынып оқушылары. Мақтасақ, әйелді мақтайық та, құрметсейік те әйелді. Әйел ана барлық қиындықты жеңетін, сарқылмайтын күш, көзді бұлақ емес пе? Азияның ақсақ барысы темір жер бетін қанға бояп, ойды қырға теңеп, жоннан жол салып, жер шарын асықтай үйіргісі келген адам. Бұл сансыз елді өзіне бағындырып, шексіз жерді қанға суырған, айбатынан ай жасырынған темір. Жалғыз баласы Жәңгір өлгенде Самарқан халқы от түкіріп, қан қақырған арыстанын қаралы қошеметпен қарсы алған ғой. Өлім егіп, өлімтік орған, айналасына у шашқан ақсақ арыстан қара мен кектен ғана киіп, ішін жалын өртеп, жер кернеп шыққан еді. Отырарда өліммен шартасып, ұлын берген сағаттан бастап 30 жыл бойы темір бір рет езу тартқан еместі. Темір айналаға көз жіберіп, жердің етегіне дейін көргісі келді. Темірдің көзі жететін жердегі адам баласының бәрі де тышқанға ұқсап індеріне кіріп кетіп еді. Сондықтан Самарқанның көкмайы мұнараларынан басқа еш нәрсе көрінбейді. Алғашқы екпімен «Өрте Самарқанды!» деген әмір белгісі келіп тұрды да. Жоқ, Самарқандағы көк мойындар адам сүйегіне салдырғам, өртемеймін. Шатырдың төрт бұрышында 4 күміс қыран, ортасында көк күмбездің дәл осында биік тақта. Ешкімге жеңгізбен де деген 5-ші ақсақ темір көрегеннің өзі отыр. Темір аспан түсті көк жібектен киінген, үсті басы от шашып, жалын жалап тұрған інжу тастар. Бұл тастар оның үстінде 5 мыңдай екен. Қаһарынан қар төккен әппақ басында ақ бөрік. Бөркінің шошақ төбесінде жұдырықтай қып-қызыл жақұт. Темірдің қып-қызыл көзі дүниені жалмап, жалт-жұлт етеді. Қанды көзі қан шашып, төңкеріліп қояды. Ақсақтың жүзі қан тартқан, тот басқан жалпақ алмас пышақ секілді. Ол 1000 рет қанға батып шыққан ғой, сондықтан қаннан қалған тоттың ізі ап-айқын. Пысық көздері дүниенің асты-үстін түгел көріп тұрғандай. Жалт еткенде бриллиант жалт етті ме деп қаласың. Құлағында Цейлонның қып-қызыл жақұтынан жасалған қос сырға, сұлу қыздың ерніндей қызарып, темірдің қатпар бетін сүйіп тұрғандай. Осы күні дүниеде жоқ кілемдердің үстіне арақ қойған 300 алтын бокал. Өмірді талқандап, өлім себуге құмартқан темір сардар бектерімен бірге сарайында отыр. Темірдің арт жағында әнші күйшілер, қатарында ешкім жоқ. Аяғында ең жақын ақсүйек туғандары, сұлтандар, байбатшалар, әскер бастары отыр. Бәрінен де патшаға жақынырақ масақын кермене отыр. Асқақ барыстың адамдары қорыққанынан қуанып, арақ пен қымызға барлық қылмысты тұншықтырып отырған бір кезде темірдің құлағына ашынған бір дауыс келді. Дауысыңда өлім көлеңкесі елестеген неткен адам, шақырыңдаршы. Қайдан екені белгісіз, бір әйел пайда болды. 3 арысы белеп тұрған арыстан сізді көрем деп бой бермей тұр. Арабша сөйлейді, үсті басы кір, шаң, өзі есалаң болса керек. Әкеліңдер! Қара шаштары тарқатылып, жалаңаш көкірегін жабуға кеудесіне түскен, беті шойындай қап-қара. Бірақ жасымаған көздері от шашып, әмір етіп тұрғандай. Қап-қара қолдарын темірге созғанда бір қалтырамады. Баязид сұлтанды жеңген сен бе? Иә, мен талайды жеңдім. Жеңгенімнің ішінде о да бар. Жеңуден әлі шаршағаным да жоқ. Сен келген жұмысың не еді? Соны сөйле. Тыңда, сен не істесең де адам ғанасың. Ал енді мен ана. Сен өлімге қызмет етесің. Мен өмірге қызмет етемін. Сен өлім шашасың. Мен өмір шашамын. Дүниеге адам әкелеме білдің бе? Сондықтан мен сені адамға санамаймын да. Мен ешкімнің қалай саналуымен есептесіп көрген де емеспін. Есептесе де алмаймын. Жұмысыңды айт, әйел. Тыңда, елімнің егіншісі темір. Сен менің алдымда кінәлісің. Менімен есептеспей тұра алмайсың да. Менің алдымда күнәңді жусың деп келдім. Сенің бағынғаның күш әділдікте деген ұран бар. Мен бұған иланбаймын. Бірақ сен маған еріксіз әділ боласың. Өйткені мен ана. Сен өлім сепсең, мен дүниеге өмір себем. Сені женем. Сондықтан сен маған әділ бола аласың. Темір әйелдің батылдығын сезіп, өзің отыршы, сөзіңді тыңдағым кеп барады. Әйел байбатшаларды сырып, қақ жарып барып кілемнің үстіне отыра кетті. Мен Салерна деген жерден келдім.
Ол алыс жер Италияда. Сен білмейсің. Сен қанды тұяғын ол жерге жеткен жоқ. Бірақ онда да сен секілді өлім егуші толып жатыр. Әкем балықшы еді. Байым да балықшы. Байым бақытты еді. Өйткені оны бақытқа бөлеген еңбекпен мен ғой. Одан соң жалғыз бір ұлым бар. Ол жер бетіндегі адамның ең ақылдысы, ең сұлуы болған еді. Менің жәңгірімде екен ғой. Жоқ. Нағыз сұлу, нағыз ақылды бала менің еді. Сенен туған бала, адам баласын өкінішін ақтай көрмеді. Теңіздің жағасында отырған бізге талаушылар келгенде, ұлым 6 жаста еді. Талаушылар әкемді де, байымды да тағы да көп адамды өлтіріп, ұлымды тартып әкетті. Өмірді талаушы сенің жолдастарың қайда болса да толып жатыр. Мен енді сол ұлымды жер бетінен шарлап іздеп жүргенмен 4 жыл болып қалды. Ұлым қазір сенде екен. Оны анық білдім. Өйткені әлгі талаушылар Баязид сұлтанның әскері ұстапты. Баязидті сен жеңіп алдың да, қолында барын түгел тартып алдың ғой. Соның ішінде менің ұлым да бар. Ұлымның қазір қайда екенін сен білесің. Өзіме қайтарып беруге міндеттісің. Бұл ана болғанда да ақылдан танғандай ана екен. Болсаң бол. Әйел, сен мен білмейтін елден неғып келдің? Арада тау бар, тас бар, өзен бар, теңіз бар. Ит мұрны өтпейдің қалың орман бар. Олардан қалай өттің? Жүгірген аң, ұшқан құс саған қалай тимеді? Қанша ел, адам бар. Адамның күші біткенше жұлдыз болатын бір нәрсе – қару. Сенде о да жоқ. Қалай бұл жерге аман келдің? Осының бәрін айт. Сонда ғана мен таңдауыңды қойып, есімді жем. Құрметтейік, көтерейік те елді. Ана әйелді құрметтейік. Оның сүйеуі таусылама. Бүкіл дүние соның емшегін еміп, ер жеткен емес пе? Адамда не қасиет болса, бәрінің күні көз мен ананың сүтінен алынған қасиет. Ананың құрметі әлі жеткен жоқ. Мен бірақ теңізге ұшырадым. Онда арал да көп екен, балықшы да көп екен. Адамды айуандай сорған сен секілді патшалардан қашқан адам тамағын теңізден тауып жүр екен. Балықшы болса қайықта болады ғой. Сүйген ұлыңды іздесең, жел артынан шығады. Теңізден қайықпен өттім. Ал енді өзенге көп ұшырастым. Теңіз жағасында өскен анаға өзеннен өту қиын ба? Тау дейсің ғой. Тауды мен иленде қылғаным жоқ. Байқағаным да жоқ. Орман отын бергеннен басқа тоқтау қылған жоқ. Мас келмене шыдамай. Мұндай анаға тау деген жазық болып кетпей тұра ала ма? Аю, қабылан, арыстан басын жерге салбыратқаннан тағы өгіздер көп ұшырады. Көзі сенің көзіне ұқсап оттай ойнап өлім шашып тұрған барыста 2 рет маған қарап тұрды. Бірақ әрбір анның жүрегі бар емес пе? Олармен осы сенімен сөйлескендей сөйлесіп жүрдім. Қаншер андарды қанышқыш патша сенімен салыстырғаным ашуланба. Олар да менің ана екенімді біліп иланды. Ауыр күрсініп, мені аяп жөндеріне жүре берді. Аныңда баласын сүйетінін сен білмейтін бедің. Солай әйел, аңдар адамнан көрде өз баласын артық сүйеді. Ең қатты жауыздық адам баласынан шығады деген қорытындыға мен де келдім. Адам деген бала ғой. Өйткені ананың жанына көзі салсаң 100 есе бала. Адам қашанда анасының баласы. Әркімнің анасы бар. Сен шал білесің бе? Сенің де әйел тапты. Сен Құдайдан бас тарта аласың. Ал енді анадан бас тарта алмайсың, шал. Солай ел. Бұл бізді қанша жинасаң да бұзау таппайды. Күнсіз гүл өспейді. Сүйесіз бақыт жоқ, әйесіз сүйе жоқ. Анасыз ақын да болмайды, батыр да болмайды. Бер балаңды өзіме қайтар. Өйткені мен анамын. Баламды сүйемін. Бас иейік те, құрметтейік те ол адамдарды тапқан анамын. Аристотельде, Фирдоусиде ана тапты. Ескендірмен, Соқыр Гомерде ананың баласы. Бәрі де дүниеге жетектеп әкелген ана. Ананың ұлы, орны қашанда өзінікі. Мен тәңірі құлы, темірмін, тиісті сөзді ғана айтамын. Міне, менің алдымда әйел отыр. Бұл әйел бүгінге дейін өзім білмеген сезімді қозғап, мені жеңіп барады. Бұл әйел менімен адамша сөйлесіп отыр. Өтінбейді, бұйырады.
бұл әйелдің неге мұнша күшті екенін түсімді де ойламаймын. Бұл өмірдің иесі, бұл ана, бұл ұлын сүйеді. Солай, осыны істе. Біз өлімнен күштіміз. Біз дүниеге ақынды, ақылды да, данышпан да ерте береміз. Өлім адам баласын құрттыруға тырысса, біз оны жеңіп, адам баласын көбейттік.